Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендер. Ал бір апта салып қайтадан YouTube'ға оралдым. Соңғы рет түсірілімдер қыркүйектің 9 күні, сенбі күні болды. Одан кейін ешқандай шығарылым шықпадым. Мінекей бір аптадан кейін сенбі күні қайта оралып отырмыз. 16 қыркүйектің ортасына да келіп қойдық. Студент болып жүргенімізге 2 апта болып қойды. Енді 3-ші аптаға аяқ басқалы жатырмыз. Енді бүгін біз түсіретін пойыз нөмірі 106-шы Петропавл Алматы 105-106 бағытта қатынайтын Алматы Петропавл жүрдек емес жүйрік тұлпар Тальго. Негізі 705-706 деген нөмірмен қатынаған кезінде, бірақ білмеймін не үшін ондай нөмір қылсаған. Негізі бұл пойызды мен Қарағанды қаласында түсірген болатынмын. Қарағанды жолаушылар бекетінде, яғни Қарағандының вокзалында түсіргем. Астанаға барған кезде, одан кейін Астанада бұл пойызды көрмедім. Қазіргі түсіретін пойызымыз осы болмақ. Негізі кешіктіру бар деп әлі ештеңе айтқан жоқ, бірақ кешігуі мүмкін. Қазір мінекей 4-ші жолда Алматы 2 Нұрсұлтан Нұрлы жол пойыз тұр, яғни 3-ші пойыз. Бұл пойызды мен Астана қаласында түсірген болатын, естеріңізде бар ма, жоқ па білмеймін. Астана қаласында шығарылым істегем, сол шығарылымда осы құрамды түсірген болатынмын. Астананың Нұрлы жол вокзалынан Алматы 2-ге шығып баратқан кезінде түсіргем. Одан бері мінекей енді көріп тұрмын. Атмосфера осындай, вокзал жақсы. Алматы 2-дегі ең алғашқы шығарылым болып тұр бұл. Алматы 2-ге келдім бұған дейін, бірақ шығарылым жасамадым Алматы 2-ден. Билет бағасы, қателеспесем, 25 000 жобасы. Сосын бұл пойыздың жылдамдығы да андай бір қарапайым Тальголардан жылдам деп естігем. Бұл рас па, өтірік па білмеймін, енді естігенім бар. Атмосфера осындай. Басқа не айтамыз? Ең басын нәрсені ұмытып кеттім сіздерге айтуды. Негізі оны басында айтуым керек еді, бірақ пойыз жайлы айтып кетіппін. Арнаға тіркеле кетіңіздер, қызықтың бәрі әрі алда. Мінекей сіздер бір аптаның ішінде 4 шығарылым көріп тастадыңыздар. Енді осы апта тағы да 4-5 шығарылым көресіздер. Осылай апта сайын керемет шығарылымдар болады. Негізі осы демалыс күні мен тауға кету керек болған тұғын, бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты ол тур атымен болды, университеттің ұйымдастыруымен. Негізі қыркүйектің ортасында бізде әдетте жылы киімдер киіп, футбол мен жұқа киімдер киіп жүретін ек. Қазір мына жақта Алматыда кәдімгідей адамдар қалың киініп сөйтіп кетті. Түркістанда негізі суық сол неде келеді ғой. Қараша айының аяқ жағына, қараша айында келеді суық. Оған дейін бізде бір жазып тұрады. Бұяқта сәл өзгешелеу екен. Қайта бұяқта қыркүйектің ортасында ғой. Астанада тамыздың ортасынан басталады осындай суық күндер. Не айтамыз, енді қазір құрам келген кезде жалғастырайын, я? Көп сөзін не қыламыз? Кеттік ал. Ал шүкір, аман есен келе жатыр. 2-ші жолға қабылданады деді. Міне өзі де келіп жатыр. Әлем көрініс қараңыздар қазір. Көрініс жақсы көремін. Алматы бірге тоқтамайды, сол себепті барлық жолаушылар Алматыға түседі.
тұлпар тальголар негізі Алматы бірге мүлдем тоқтамайды десек те болады. Тек мынау 3-4 бағытта қатынайтын тальго тоқтайды, сосын 31-32 тоқтайды. Одан кейін 1-2 тальго тоқтайды. Алматы 2-ге. Алматы 1-ге. Ана бетке шығып түсірсем қалай болады екен, ә? Иә, ол үшін. Мына жерде адам өте көп екен. Мынаның бәрі күтіп алушылар ма, или келушілер ма? Күтіп алушылар келушілерден көп болып кетті ма? Әлде бұл қайттан кете ма Петропавлға? Арғы бетке өтіп, арғы бетінен сүрейін, мына жерде адам өте көп. Қазір кадрға кетіргісі дейді. Кедергі болғанда біреулер ұнатпайды қандай камераны. Алматы 2. Неге 3 пен 4-дің ортасындағы перрон платформадамыз. Неге вагондар бәрі осындай. Бұған дейін сіздер тұлпар тальго шығардымдар. Түркістанда жүрген кезде сүргендерімді көрдіңіздер ғой. Бұл да тура сол сияқты құрам, бірақ сәл жылдамдығы қаттырақ бұның. Бұның бұрын нөмірі 706 болған, кейін 106-ға түсіріп тастады. Мынандай ғой, 711-712 деген пойыз болған, Алматы, Астана Шымкент деген. Оны да қысқартты қателеспесем. Одан кейін 715-716 деген болған. Жоқ, 701-702 болған, Алматы Астана. Одан кейін 705-706 осы болған. Кейіннен бұлардың барлығын қысқартып тастады ма, түнде болып кетті. Жалпы мен Түркістандық болғандықтан бұлар жайлы ақпараттарды мен мүлдем хабарсыз болдым. Осы Алматыға келіп біраз нәрсені біліп жатырмын. Негізі 106-105 деген осы мен Алматыға келген кезде бірақ білдім. Сөздің ашық. Мынау бас вокзалмен міне. Ой, бас ғимарат, бас вокзал дей беремін. Негізі Алматының бас вокзалы осы. Екінші вокзал. Саты көрініп тұрмас? Қазақстанда жасалған өзіміздің отандық тұлпар тальго вагондары деп жасалып мақтаймыз. Бірақ соңғы күндер демей қойшы. Осы біраз жыл болды. Адамдардың барлығындай осы пойыздан көріп, қарапайым пойыз жөн көріп кетті. Өйткені бұлармен бәсекелес жаңа ресейлік вагондар келді, сонымен бұлардан көрі аналардың сұранысы көп болып кетті. Сол себепті ойлаймын, тальгоның негізі шығындары көп. Мынау да тальго, мынау да тальго. Бірақ екеуін қараңыздаршы айырмашылығы. Қазақстанда жасалған екеуі де, бірақ мынау 2013 жасалған, мынау 2016 жасалған. Неге? Өйткені тұлпар тальго алғаш осы неге шыға бастаған кезде, өзінің алғашқы рейстерін жасай бастаған кезде көп адамдар жаман пікір қалдырды. Неге? Іші тар деген іспеттес. Адамдар бір-бірімен кездесіп қалса, бір дәлізге сыймайды. Жатын орындары тар, ыңғайсыз, жүрегіміз қысылады деген жағымсыз пікірлерден кейін осындай керемет бір жаңа дейікші, сондай вагондар жасап шықты. Бұлар қарапайым вагондарға да келеді, бірақ тұлпар тальго. Қарапайым деген ресейлік вагондарға да келеді, бірақ бұл тұлпар тальгоның жасап шыққан өнімдері. Сіздерге неге подсказка деп беріп қойын. Келесі шығарылым осы 3-ші пойыз Алматы Нұрсұлтан Нұржол болады. Ал дәл қазіргі назардағы пойыз ол 106-шы Петропавл Алматы пойызы. Пойыз жайлы не айтамыз? Пойыздың басқа тұлпар тальго пойыздарынан ешқандай айырмашылығы жоқ.
басқа Тұлпар Тальго жайлы не айттым, бұған да соны айтам. Тұлпар Тальгоның барлығының сервистері жақсы, ішінде Wi-Fi бар, мүмкіндіктері өте көп. Әр бөлмеде, яғни әр купе бөлмеде монитор бар, желдету жүйесі, сосын басқалардан гөрі уақытты өте көп үнемдейді. Сосын жайдан жай станцияға тоқтамайды, тек ірі станцияларға тоқтайды. Жалпы барлық Тұлпар Тальгоға айтылатын пікір бұған да қатысты. Басқа Тұлпар Тальгоның айырмашылығы жоқ. Ал мына Тұлпар Тальгоның енді басқа Тұлпар Тальгодан айырмашылығы бар. Сол себепті келесі шығарылым осы пойыз жайлы болады. Келесі шығарылымды міндетті түрде көріңіздер. Бүгін 16 қыркүйек күні түсіріп тұрмын, бірақ сіздер шығарылымды 18-де көріп отырсыздар. Ал келесі шығарылым 20-сы немесе 21 күні осы пойыз жайлы болады. Бәрін ашығын айтам. Кәдімгі Тұлпар Тальголарға қарағанда мынаның ұзындығы сәл бір ұзындау екен. Байқадыңыздар ма? Түркістаннан түсіріп жүрген Тұлпар Тальголардың ұзындығы бір кішілеу болды. Мынаның ұзындығы бір кәдімгі дәу екен, ондай байқалып тұр. Басқа не айтам? Бюджеттік пойыз деп айтсақ болады. Бүкіл сервистер жасалған, ресторанда бар, ресторанда тамақтары да көп. Басқа не айтамыз? Тек жақсы пікір, жақсы оймен. Шығарымды қорытындылаған келіп тұр. Нөмірі 105-106 Алматы Петропавл пойызы өз жолаушыларын толықтай қамтамасыз ете алады және өз жолаушыларын қанағаттандыра алады. Сол себепті бұл пойызға 95 балл беремін. Ал неге 5 балл кем? Өйткені билеттердің қымбаттауы. Жылдан жылға билеттер қымбаттап жатыр, тарифтер арзандаймайын десек одан самайын қымбаттап жатыр. Сол себепті 95 балл жарайды. Бірақ басқа Тальголар жайлы не айттық, бұған да соны айтамыз. Ал мына Тальгоға бөлек әңгіме айтамыз енді. Келесі шығарылым міндетті түрде көріңіздер. Осымен 106 пойыз жайлы шығарылым осы жерден аяқтаймын. Арнаға тіркеліп лайк басып қолдай беріңіздер. Сәлем болған мен Айдос. Келесі шығарылымды күтіңіздер.